Ол үшін бізге керекті заттар: түрлі түсті қағаздар, 2 А4 парағы, жай қара қарындаш, скотч, қайшы, желім және сіріңке таяқшалары қажет. Бір түсті қағазға 3 жүрек пішінін салып қиып аламыз. Бізде осындай 3 дана жүрекше шықты. Енді бұларды келесі әдіспен желімдейміз. Бір жүректі 2-ге бөліп, солай жабыстырамыз. Бізде осындай әуе шарының пішіні шығу керек. Мен әуе шарының астыңғы бөлігін суретін салып, қиып алдым. Енді бұны дәл жаңағы тәсілмен желімдейміз. Ендігі кезекте әуе шары бөліктерін құрастырамыз. Ол үшін сіріңке таяқшаларының басын қиып алып тастаймыз. Және оны келесі әдіспен жабыстырамыз. Дайын. А4 парағына бұлттың суретін салып қидым, және оны әуе шарлары бөліктерін желімдегенде етіп желімдедім. Нәтижесі осындай болып шықты. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады.